Кез келген адамды жылататын фильм. Фильмнің атауы «Повезло с братом» 2018 жылы шыққан Кореяның драмасы. Басты рөлде ең атақты актерлардың бірі Ли Бён Хон ойнайды. Фильмнің сюжетіне келетін болсақ, жалғыз басты ананың 4-ші сатыдағы аутизммен ауыратын баласы болады. Ол бір жағынан гений, кез келген өлеңді бір ести сала пианинода ойнап бере алады. Сөйтіп күндердің бір күнде оның ағасы бар болып шығады, бокстан бұрынғы әлем чемпионы. Анасы оны кішкентай кезінде тастап кеткен екен. Сөйтіп не үшін тастағандығын, әрі қарай не болатындығын фильмда өздеріңіз көз жеткізесіздер. Басы комедия сияқты басталғанымен соңғы жағында жылап жіберулеріңіз әбден мүмкін. Отбасылық құндылықтар, баланың ана махаббатын сезіну қаншалықты маңызды, сондай ауқымды тақырыптарды керемет жеткізген терең фильмдардың бірі деп санаймын. Кез келген адамға көруге кеңес беремін. Отбасымен немесе өзің жалғыз көріп, қарапайым күнделікті нәрселерге басқаша көзбен қарата. Том Круздың «Человек дождя» деген фильміне ұқсас, ал сіздер осындай жанрда тағы да қандай фильмдерді білесіздер, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.